14 күн бойы пайғамбар саллаллаху алейхи температурамен жатқан. Сахабалар айтады, мұздай суға матаны орап маңдайына жаямыз дейді, мынадай өртеніп кете жаздайды дейді, анау алып дереу ауыстырып отырамыз дейді. Көрдіңіз ба? Соңғы өмірінің сәтіне дейін солай жалғасқан пайғамбар саллаллаху алейхи. 14 күн бойы температурамен ауру деген біттің ғой. Ухудтағы жаңағы шәһидтерге барады, содан кел жатқан кезде басталады ғой. Өмірінің ең соңғы сәт. Айша анамыздың аяғына қойған кезде аяғы деген ысып кететін болған. Айша анамыздың басын қойған кезде бар ғой. Дұрыс па? Айша анамыздың аяғында жататын болған санында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Со Айша анамызға да айтады ғой, жаңа Айша маған не берші дейді? Сивак әкеп берші дейді. Мисвак білесіздер ғой, тіс тазалайтын ағаш. Сивакты әкеп берші дейді. Сивагын әкеп береді. Енді тісіне салайын десе, температурамен жатқан адам қалшылдап атады кәдімгі. Ауырып көргенсіздер ғой, ә? Ештеңе қызық емес саған өмірде. Ештеңе қызық болмай қалады. Үзіліп кете жаздап сондай болып жатасың. Коронавируста ауырғандар біледі ғой қалай болып жатқандарын. Қаншасы үзіліп кетті соның ар жағында. Иншалла шәһид деп ойлаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи температурамен қызумен өлген адам шәһид болады деген хадисі бар.